Құрметті достар, Кенесары Қасымұлы мемлекет қайраткері, әскери қолбасшысы, қазақ халқының 1837 жылы 1847 жылғы ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы. 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Атақты Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Ол өзінің тегі жағынан төре тұқымынан. Бабасы қазақтың атақты ханы Абылай. Аға атталары Шыңғыс ханның жошы деген үлкен баласынан тарайды. Кенесары кен байтақ қазақ жерісін, ен жайлаған ел үшін, ақ патшамен айқасқан, берместен еш келісім, аштырмай адым аранын, елемей отты жарағын, азуын айға білеген, арыстаны даланын. Жүрсіндеп жұртым жайрандап, орнатпақ болып иранбақ, отаршыл елге салдылан, бекір нүстерін ойрандап. Ақ сенімін жүктеп ел, азаттық танын күткен ер, зәресі ұшқан ақ патша, басына бәйге тіккен ер. Білегін елдің қаусаған, күзетпек болып қамсаған, көре алмай кетті есіл ер азат.